Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен комбинаторика формулаларын қолданып есептер шығаруға байланысты 9 сыныптың А топ есептерін бірге талқылаймыз. Сонымен А тобының алғашқы есебі 10-1. Бұл жерде бізде есептеулер жүргізу қажет. Бірінші есеп P7 бөлінген P4. Ол бізде 7 факториал бөлінген 4 факториал. Бұл жерде 4 факториалдар қысқарып кетеді. Сонда 7 көбейтілген 6 көбейтілген 5-тің жауабы бізде 210-ға тең. Келесі екінші есеп А6-дан 5 бөлінген P7. Яғни А6-дан 5 деген біз 6 факториал бөлінген 6 минус 5 факториал бөлінген 7 факториал деп жазамыз. Яғни алымында 6 факториал, бөлімде 7 факториал қалады. 6 факториалдар қысқарып кетеді. Сонда есептің жауабы 7-ден 1. Үшінші есеп 1 қосылған P8 бөлінген P7 қосылған P5 бөлінген P6. Тең 1 бөлінген, ол бізде 8 факториал бөлінген 7 факториал, қосылған 5 факториал бөлінген 6 факториал. Есептеулер жүргізетін болсақ, есептің жауабы 6-дан 55 шығады. Төртінші есеп P9 бөлінген P7, азайтылған P7 бөлінген P5, азайтылған 2. Ол дегеніміз 9 факториал бөлінген 7 факториал, азайтылған 7 факториал бөлінген 5 факториал бөлінген 2. Сонымен есептеулер жүргізетін болсақ, есептің жауабы 28-ге тең. Онда екінші есеп, егер жазылуында цифрлар қайталанбайтын болса, онда 2, 1, 8 және 6 цифрларынан құрастырылған барлық тақ 4 таңбалы сандар санын табыңдар. Бұл жерде бізде 4 таңбалы сан табу қажет, яғни біз 4 орын қояйық. Біз соңғы орынға тақ сан болғандықтан бірді ғана жаза аламыз. Ал бірінші орынға біз қалған үшеуінің барлығын жазамыз. Яғни бізде цифрлар қайталанбайды дейді. Ал екінші орынға тек екеуін ғана жазамыз. Үшінші орынға тек біреуін ғана жазамыз. Сонда біз 3-ті, 2-ні, 1-ді және 1-ді көбейтетін болсақ, сонда бізде 6 тақ 4 таңбалы сан құрастыруға болады екен. Келесі есепте бізде теңдеуді шешу қажет. Біріншісі, яғни AX-тан 1 ол тең 5-ке. Осы жерде біз AX-тан 1 дегенді X факториал бөлінген X минус 1 факториал деп жазамыз, ол тең 5-ке. Осы жердегі X факториалды біз X минус 1 факториал көбейтілген X бөлімінде X минус 1 факториал тең 5 деп аламыз. X минус 1 факториалдар қысқарып кетеді, сонда X тең бізде 5-ке. Келесі AX-тан 1 тең 5X-ке. X-тан 1 дегенді біз X факториал бөлінген X минус 1 факториал тең 5X деп аламыз. Дәл жаңағы есеп сияқты, алымындағы X факториалды біз X минус 1 факториал көбейтілген X бөлінген X минус 1 факториал, оны 5X-қа теңестіреміз. Осы жерде X минус 1 факториалдар қысқарып кетеді. Сонда X тең 5X-қа. X-тің жауабы 0-ға тең, яғни бұндай есептің шешімі болмайды. Үшінші есеп AX-тан 2 тең 5X. Яғни AX-тан 2-ні біз формула бойынша ашамыз, яғни X факториал бөлінген X минус 2 факториал тең 5X-қа. X факториалды біз X минус 2 факториал көбейтілген X минус 1 көбейтілген X деп жазамыз, бөлімінде X минус 2 факториал, ол тең 5X-қа. Осы жерде X минус 2 факториалдар қысқарып кетеді. Сонымен жақшаны ашатын болсақ, X квадрат минус X және 5X-ті теңдіктің сол жағына минуспен көшіреміз. Сонда X квадрат минус 6X тең 0-ға. Ортақ көбейгішті, яғни X-ті жақшан шартына шығарамыз. Сонда X жақшан ішінде X минус 6 тең 0, X тең 0 және X тең 6-ға. Осы жерде есептің шешімі ретінде біз X тең 6-ны алатын боламыз. Себебі X тең 0 болған жағдайда есептің шешімі болмайды. Төртінші есепте AX-тан 2 тең 4X плюс 24. Ол дегеніміз бізде X факториал бөлінген X минус 2 факториал тең 4X плюс 24. Дәл жаңағы есеп сияқты X минус 2 факториалдар қысқарып кетеді. Сонымен біз ортақ көбейткішті көбейтіп, жақшаны ашамыз және де сол жақтағы 4X плюс 24-ті минуспен көшіреміз. Сонда X квадрат минус 5X минус 24 деген теңдеу шығады. Теңдеуді шешетін болсақ, X1 тең минус 3-ке және X2 тең 8-ге. Яғни есептің жауабы X тең 8.
Келесі 14-ші есеп. Азық-түлік дүкенінде алманың 6 сұрпы және мандариннің 3 сұрпы бар. 1 килограмм алма және 1 килограмм мандаринді қанша тәсілмен сатып алуға болады? Яғни бұл жерде біз теруді қолданатын боламыз. Яғни S 6-дан 1, яғни 6 алманың сұрпы және S 3-тен 1 мандариннің сұрпы бар делінген. Екеуін көбейтеміз, яғни 6 факториал бөлінген 5 факториал көбейтілген 3 факториал бөлінген 2 факториал. Ол дегеніміз бізде 6 көбейтілген 3 тең 18, яғни 18 тәсілі бар. Онда 5-ші есеп, теңдікті дәлелдеу қажет. Бірінші есепті бірден жаза берейік. S 7-тен 4 дегеніміз ол бізде 7 факториал бөлінген 4 факториал көбейтілген 3 факториал. Қосылған S 7-тен 3 дегеніміз ол 7 факториал бөлінген 3 факториал көбейтілген 4 факториал. Ол тең S 8-ден 4, яғни 8 факториал бөлінген 4 факториал көбейтілген 4 факториал. Алымындағы 7 факториалды біз 4 факториал көбейтілген 5, көбейтілген 6, көбейтілген 7 түрінде жазамыз. Бөлімінде 4 факториал, 3 факториал ол бізде 1, 2 және 3 сандарының көбейтіндісіне тең. Қосылған алымындағы 7 факториалды біз 4 факториал көбейтілген 5, көбейтілген 6, көбейтілген 7 түрінде жазамыз. Бөліміндегі 4 факториалдың өзін жазамыз және көбейтілген 3 факториал ол 1 және 2, 3 сандарының көбейтіндісіне тең. Сонымен 8 факториалды біз 4 факториал көбейтілген 5, көбейтілген 6, көбейтілген 7, көбейтілген 8 түрінде жазсақ, бөлімдегі 4 факториалдың өзін жазамыз және екінші 4 факториалды біз ашып есептейтін боламыз. Сонымен бізде 4 факториалдар қысқарып кетеді. Есептеу жүргізетін болсақ, бізде теңдіктің сол жағында 35 қосылған 35, ол оң жағында 70-ке тең. Яғни 35 қосылған 35, ол 70-ке тең, яғни есеп теңдік орындалды. Келесі екінші есеп. S 8-ден 4 қосылған S 8-ден 3 қосылған S 9-дан 5, ол тең S 10-нан 5-ке. S 8-ден 4 дегеніміз 8 факториал бөлінген 4 факториал көбейтілген 4 факториал. S 8-ден 3 ол бізде 8 факториал бөлінген 3 факториал көбейтілген 5 факториал. S 9-дан 5 ол 9 факториал бөлінген 5 факториал көбейтілген 4 факториал. S 10-нан 5 дегеніміз 10 факториал бөлінген 5 факториал көбейтілген 5 факториал. Сонымен есептеулерді жүргізетін болсақ, бөлімдегі 4 факториал мен алымындағы 4 факториал жойылады, яғни 5, 6, 7, 8 сандардың көбейтіндісін жазсақ, бөлімдегі 4 факториалды ашып жазамыз. Қосылған 5 факториал мен 8 факториал ішінде 5 факториал қысқарады, сонда 6 көбейтілген 7 көбейтілген 8 және бөлімде 3 факториалды ашып жазамыз. Дәл солай 9 факториалды біз 6 көбейтілген 7 көбейтілген 8 көбейтілген 9 және көбейтілген 5 факториал мен бөлімдегі 5 факториал қысқарады. Бөлімдегі 4 факториалды ашып жазамыз. 10 факториалды біз 6, 7, 8, 9 сандарының көбейтіндісі және 5 факториалды 1-ден 5-ке дейінгі сандарының көбейтіндісі түрінде жазамыз. Және есептейтін болсақ, 70 қосылған 56 қосылған 126 ол тең 252-ге, яғни 252 тең 252 теңдік орындалды. Және үшіншісі S 5-тен 0 қосылған S 5-тен 1 қосылған S 5-тен 2 және көп нүкте, яғни ол жерде бізде S 5-тен 3 қосылған S 5-тен 4 қосылған S 5-тен 5 тең 32 деп алатын боламыз. Яғни бірінші S 5-тен 0 дегеніміз ол 5 факториал бөлінген 0 факториал көбейтілген 5 факториал қосылған 5 факториал бөлінген 1 факториал көбейтілген 4 факториал қосылған 5 факториал бөлінген 3 факториал көбейтілген 2 факториал, қосылған 5 факториал, бөлінген 2 факториал, көбейтілген 3 факториал, қосылған 5 факториал, бөлінген 4 факториал, көбейтілген 1 факториал, қосылған 5 факториал, бөлінген 5 факториал, көбейтілген 0 факториал, ол тең 32-ге. Дәл алдыңғы есептер сияқты есептеулер жүргіземіз. Сонда бізде 1 қосылған 5, қосылған 10, қосылған 10, қосылған 5 және қосылған 1 тең 32-ге. Яғни есептейтін болсақ, теңдіктің екі жағы да 32-ге тең. Демек, теңдік орындалды. 16-шы есепте бізде есептеулер жүргізу қажет. Бірінші есеп P4 бөлінген P8 көбейтілген A 8-ден 4.
Яғни ол бізде 4 факториал бөлінген 8 факториал көбейтілген 8 факториал бөлінген 4 факториал қысқарып кетеді, тең 1-ге. Екінші есепте p9-дан p5 көбейтілген a9-дан 5. Яғни ол бізде 5 факториал бөлінген 9 факториал көбейтілген 9 факториал бөлінген 4 факториал. 9 факториалдар қысқарады, яғни 5 факториал бөлінген 4 факториал ол тең 5-ге. Үшінші есепте p20 бөлінген a20-дан 15 бөлінген a20-дан 3. Яғни есептейтін болсақ 20 факториал бөлінген 20 факториал бөлінген 5 факториал. Енді біз a20-дан 3-ті бірден көбейту түрінде жазайық. Яғни 20 факториалдан 17 факториал. Есептеулер жүргізетін болсақ 57-тен 1-ге тең. Және төртінші есеп p14 бөлінген a14-тен 10 бөлінген s6-дан 5 бөлінген s11-ден 11. Тең, яғни ол бізде 14 факториал бөлінген 14 факториал бөлінген 4 факториал. Және бөлінген s6-тан 5-ті біз бірден көбейтуге айналдырып жазайық. Яғни 6 факториалдан 5 факториал. Келесісінде бөлшекті аударып жазатын болсақ 11 факториал бөлінген 11 факториал көбейтілген 0 факториал. Есептеулер жүргізетін болсақ бізде 4 факториал көбейтілген 6-дан 1 көбейтілген 1. Ол дегеніміз 24 бөлінген 6, яғни 4-ге тең. Сонымен бүгінгі комбинаторикаға арналған есептер сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.